дегендер қамын жегендер. Құрметті көпшілік, қазір 2019 жылдың 10 наурызы. Мені 10 наурыз түнгі сағат 1-2 мөлшерінде Астана қаласының полиция департаментінің полицейлері Алматы қаласынан тұтқындап, түнде ұшаққа салып, таңертең Астана қаласына келдік. Дәл қазір мен Астана қалалық полиция департаментінде. Мен ешқандай Қытайлар ұрлап кеткен жоқ, Қытайдың шпиондары ұрлап кеткен жоқ. Мен қазір Астана қалалық полиция департаментіндемін. Мені тергеуші Баймағамбетов деген тергеуші. Маған тағылған айып жаңағы ұлтаралық араздық тудырды деген бап бойынша айып тағылып отыр. Мен бұл айыптармен келіспейтіндігімді айттым. Істі Астанада емес, Алматыда қарау туралы шағым түсіремін. Өзімнің заңгерім Шынқуат Байжанов немесе басқадан заңгерлер болса соларды ұсыныс етсем деген өтінішімді айтып отырмын. Қысқасы, мен ешқандай жаза, қорлық, қысым көрген жоқпын. Мені ең басты айтайын дегенім, Қытайлар ұрлап кеткен жоқ. Мен Астана қалалық полиция департаментіндемін. Енді заң аясында өзіме тағылған қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша ұлтаралық араздық тудырды деген баптарға қарсы шағымданбақшымын. Ары қарай